Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазан қызы. Мен бүгін сіздерге үйлерде, магазиндерде әдемі болып тұратын декоративный құстарды көрсететін боламын. Міне әртүрлі құстардың мүсіндері бар. Мынандай герметикпен де жасап алуға болады. Біздер осындай герметикпен де, силиконмен де жасап әртүрлі сувенирлерді үйімізге жасап алған болатынбыз. Енді мына пластмасс формадан қалай құю керектігін көрсететін боламын. Ең бірінші пластмасс форма новый болғандықтан ішін майлап алған жақсы, жабысып қалмау үшін жақсылап майлап алып, қазір гипс құятын боламыз. Іштерін майлап болдық. Енді өздеріңіз қалағаны бойынша мына пластмасстан немесе силиконнан жасап жасай берсеңіздер болады. Пластмасс ыдысқа су құйып гипс салып араластырып қатты қоюда сұйықта болмау керек. Мен весимен өлшемеймін, көз мөлшерімен құямын. Жетпей қалса үстінен тағы құятын боламын. Мен осы декоративный құстардан үйіме жасап алған болатынмын. Сіздер де дәл осылай өздеріңіздің қолдарыңызбен үйлеріңізге жасап алсаңыздар болады. Келген қонақтарыңыздың барлығы үйлеріне емес, осы құсқа көздері түсетін болады. Сұйықтау болса, гипс салып қатты қоюда емес, сұйықтау емес, біркелкі қылып сместі дайындап алып, формамызға құятын боламыз. Асықпай формамызға құятын болсақ, жақсы болып шығатын болады. Мына формамызды ұрғыласақ, ауалары қалмай жақсы шығатын болады. Мен гипсім жетпей қалды. Енді тағы да гипс араластырып үстіне құятын боламын. Гипс жетпей қалған жерге гипсімізді жәймендеп құямыз. Ортасын жәймендеп түртетін ұратын болсақ, гипсіміз жан-жағына ағып жақсы болып шығатын болады. Формамыздың жан-жағын өстіп ұрғылап, ортасынан ұрғылайтын болсақ, орнына келетін болады. Сіздерде асықпай құятын болсаңыздар, жан-жағына шықпай әдемі болып шығады. Мен асығыс болғандықтан көп мөлшерде құйылып кетіп, жан-жағына шығып жатыр. Ештеңе етпейді. Оны пышақтың көмегімен алып тастайтын боламыз. Дәл осылай екінші герметик формамызға да құйып, жан-жағын ұрғыласақ, ауа қалмайтын болады. Бір тегіс болып жан-жағына құйылады. Өстіп құйып болғасын 15 минутқа қойып қоятын боламыз. 15 минут уақыт өтті, менің құстарым кепті. Енді жәймендеп формадан шығарып алатын боламыз. Жәймендеп шығаратын болса, жақсы шығатын болады. Мен бұл жерде кәдімгі простой строительный гипсті қолдандым. Қымбат гипстен де құйсаңыздар болады, өздеріңе қалай ыңғайлы, дәл солай құя берсеңіз де болады. Менің құстарым жақсы болып шықты. Енді айналасындағы гипстерін пышақтың көмегімен алып тастайтын боламыз. Бұл құстың мүсіні қалың болғандықтан шамалыға сынбайды. Бұл форманы фикс прайсынан заказ беріп алсаңыздар болады. Болмаса бір штуктан алып, дәл осылай герметиктен шығарып алсаңыздар болады.
Көріп отырғандарыңыздай қалыңдықтары өте жақсы, шамалыға сынбайды. Силикон форма жұмсақ болғандықтан ол қайрылып жақсы шығатын болады. Жалпы мен екі декоративный құсым екі түрлі, бірі қалыңдау, бірі жұқа түрі. Мына силиконнан шыққаны ол өте нәзік құс, жұқалау келген, бір шеті сынып кетті, асықпай алған жақсы. Жалпы байқасаңызда екі түрлі құсым, герметик пен де пластмастағы құсым екеуі екі түрлі. Пластмастағы формасы да құста өте қалың болып жасалған, герметиктегі өте нәзік. Енді бұл құстарды жақсылап кептіріп краскілейтін боламыз. Құстарым кепті, мен қара краскамен краскілеп алдым. Қара краска себебі мен жылтырақпен краскілейтін боламын. Менің стенкам ақ түсті болғандықтан мен қара краскілеп золото себетін боламын. Ал темный түстерге, мысалы стенкілеріңіз темный болса, сіз ақ түспен қылдыра берсеңіздер болады. Сыртын лактап жіберсеңіздер өте жылтырап әдемі көрінетін болады. Қара түспен неге краскілейміз? Қара түс болсын, ақ түс болсын, қандай түс болса да, мына жылтырақ сепкен кезде анық, қанық болып түсу үшін сіз мысалы гипстің үстіне мына жылтырақты сепетін болсаңыз, гипс золотаны сорып алып жылтырамайтын болады. Сол себепті осындай қанық түс қалайтын болсаңыздар, алдымен астына ең бірінші кез келген краскамен бояп алған жақсы. Мен құстарымды жақсылап краскіледім. Енді бұны мен кептіріп қоятын боламын. Ұстамай кептіретін болса, қолымыздың ізі қалмай жақсы болып шығатын болады. Менің құстарым жақсы болып кепті, әдемі болып шықты. Енді мен бұны стенкіме жабыстыратын боламын. Сіздерде дәл осылай өздеріңіздің қолдарыңызбен жасап алсаңыздар болады. Стенкілеріңізге қарай, түсіне қарай келтіріп өте әдемі көрінетін болады. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.